Жастарға беретін кеңесім 15 жастан бастап жоғарыларға, негізі кез келген адамға қолдануға болады. Өз денсаулығыңызбен белсенді айналысыңыз. Спорт, өзіңізге ұнайтын бір спортты табыңыз да онымен шұғылданыңыз. Качалка болсын, качалкаңда пайдасы бар, бірақ дұрыс инструкция бойынша. Футбол болсын, баскетбол, кез келген. Не үшін ол маңызды? Себебі сіз қазір 5 жылдан кейін қалай сезінетініңіздің фундаментін қалайсыз. Сіздің қазір істеген нәрселеріңіз болашақтағы сіздің энергияңызды белгілейді, бекітеді. Мысалы, сіздің қазір жасыңыз 20-да болады. Қазір белсенді спортпен шұғылданасыз. 25-те ала бұйыртып отбасыңыз болса, тіпті спортпен шұғылдануға уақытыңыз болмаса да бәрібір балаға қарайласуға, жалпы жұмысыңызды істеуге сізде басқа спортпен айналыспағандарға қарағанда энергия көбірек болады. Ол өте маңызды нәрсе. Ақша табуға да қатысты, сіздің жалпы бақытты сезінуіңізге қатысты. Егер спортпен айналыспасаңыз, өз денсаулығыңызды күтпесеңіз, организм бір кезде пошел нафиг дейді. Отказ бере бастайды, әртүрлі аурулар пайда болады, өзіңізді нашар сезінесіз. Сол үшін мүмкіндікті пайдаланыңыз. Денсаулық деген ол стратегиялық инвестиция. Қазір істеген нәрсе 5-6 жылда сізге үлкен пайда болып келеді.